Адам атаның Шис есімді баласына айтқан 10 өсиеті. Адам ата былай деген екен. Бірінші, мал дүниенің соңына қатты беріліп түсіп кетпеуді ойла, өйткені ол ұйқыңнан қалдырады. Ауру қылады. Мейірімсіз етеді. Көз ештеңеге тоймайтыны белгілі. Ол бір уыс топырақпен ғана толады. Екінші, әр жұмысыңның түпкі нәтижесін ойла. Сабырлылық сақта. Пайда зиянын екшей біл. Үшінші, әрбір жұмысыңды бала-шағаңмен ақылдасып, қабырғаңмен кеңесіп істеуге дағдылан. Төртінші, жақсы көретін ең жақсы адамыңмен, өмірлік жарың жұбайыңмен әркез сыйлас. Қымбат өмірде бір-біріңді құрметтеп өткеннен қымбат нәрсе жоқ. Бесінші, көңілің қаламаған жұмысты ешқашан қолың алма. Алтыншы, орынсыз өтірік айтпа, өйткені өтірік несібеңді жеп қояды. Абыройың төгіліп, тиеселі сыбаған өзіңе бұйырмай кетеді. Жетінші, ішімдікке жолама, ол жүрген жерде ақыл болмайды. Әрі шарап сауапты жеп қояды. Ал ақылсыз тірлік жақсылыққа апармайды. Жақсылық жоқ жерде сауап та жоқ екені белгілі. Адам деген сауаппен көгереді. Сегізінші, қайғыны тез жеңе біл. Ол өмірді жеп қояды. Бұл ретте қайғы мен қуаныш егіз жүретінін есте ұстаған абзал. Басыма іс түсті деп барынша күйініп, еңсең езілмесін. Мықты бол. Қайғы мен қуанышты бірдей қабылдап, сабырлылықпен көтере білмесең, өміріңді қайғы жеп қояды. Тоғызыншы, садақа бер. Өйткені садақа бәлені жеп қояды. Оныншы, қанағат қыл. Қанағат күнәні жеп қояды. Ал барға да жоққа да тәуба жасап, қанағат етсең күнәң кешіріледі.